Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгінгі біздегі число 17-ші число 10-шы ай. Яғни октябрьдің 17-сі Теслаға бүгінгі күнге разборда общий анализ. Бүгін бізде Теслада 26:88 часовик бойынша зеркалка болған, иә. Так как баға зеркалканың астында жабылып тұрғаннан кейін бізде лонгқа кететін уровень 26:88 деген уровень болды. Ол уровеньді қазір көрсетіп жіберейін міне көзбен. Так, мінекей дистрибуционный свечканың ортасы. Келіп бір ала алмадық, келіп екі ала алмай астынан жабылып жатқаннан кейін лонгқа кететін уровень 26:88 болды. Одан кейін 24:77 бұл уровень мендегі дневной таймфреймдағы, дневкадағы, иә, дистрибуционный свечканың ортасы болатын. Яғни мына свечкамен біздің жұмыс жасап жатқанымызға 1, 2, 3, 4, бүгінмен бізде 5-ші күн. Яғни өткенде қатты құлап кеткеннен кейін қалған күндері осы дистрибуционный свечканың ортасынан ниже құлатқан жоқпыз, және де осы дистрибуционный свечканың төбесінен выше біз не істеген жоқпыз, закреп ала алмай жаттық, иә. Қайта келіп ала алмадық, міне тағы бір ала алмадық, тағы бір ала алмадық. Енді бүгін біздегі жұмыс істеп тұрған свечкамыз осы болғаннан кейін дневка бойынша цена закрытияны сызып алдым, иә, кеше күннің жабылу бағасын. Және де жұмыс жасап тұрған свечкамыз осы дистрибуционный свечка. Соответственно, бұның төбесін аламын 36-да. Так, бұның төбесі бізде 36:54, табаны бізде 413:49, және де ортасы 424:77. Енді қараңыздар, 4 сағаттық таймфрейм бойынша біз жаңағы алып отырған 424:77 зеркальный уровеніміздің бүгін астынан гептаун болып негізі ашылған едік, иә. Және де оның табаны бізде 413:49 болған. Ол жерден біз жетпей осының арасынан поддержка алып кеттік та, выше уже дневкадағы зеркалканың үстіне келіп 4 сағаттың алғашқы премаркеттің свечкасы закреп берді, иә. Екінші свечкамыз также бізде баға құлатқан жоқ, осы дневка бойынша зеркалка 24:77-тен құлаған жоқпыз, және де бізде шортқа кететін уровень 24:77 болды, иә. Біз 24:77-нің астынан истинный закреп берсе ғана, иә, 5 минут, 10 минут, 15 минуттық таймфреймдар, яғни осы уровеньнан 20-ға дейін, 16-ға дейін, және де 13-ке дейін шортты күтіп алуға болатын еді. Но маркет ашылды. Маркет ашылмас бұрын бізде 26:88 дедім, иә, часовик бойынша біздегі мына дистрибуционный свечканың төбесі, және де осыдан выше лонг қараған болатынбыз. Біз әдемі осы свечканың үстінен 5-минутный таймфрейм закрепін беріп, осы жерден бізге ретеспен келген уақытта осы жерде 5-минутный таймфрейм әдемі өзінің люфтін тастап өскен болатын. Және де также лонгты біз мына жерді ала алмай жатқан кезде 24-тен кіріп алуға болатын еді лонгқа. Дневкадағы зеркалкадан өсіп тұрғаннан кейін оның төбесі бізде 36, иә, 36:54. Осы 36:54-тен выше бізді мына 24-тен өссек 36-ға дейін алып баратын біздегі железный дневка бойынша запас кодасы бар еді. Баға бүгін маркет әдемі жүріп берді. 24-тен ниже құлатпадық, 26-дан выше поддержка алдық, және де 36-ға дейін $10 біз әдемі жүріспен өсіп бердік. 36-да біз алғаннан кейін ары қарай бізде 38 бар қарайтын мықты уровеніміз, және де баға міне 440-та 40 недельный бойынша максимум баға. 440-тан поддержка алып өсетін болсақ, 444:72 деген уровеньға біз өсу керек едік. Но көріп тұрғандарыңыздай, баға бізде қараңыздар, часовой таймфрейм жабылды жаңа. Часовой таймфрейм 11 минут бұрын жабылды, часовой таймфрейм
бізде 440 недельный таймфреймдағы макс бағаны ала алмай астынан жабылып қалғаннан кейін біз 440-тың уровеньна бара алған жоқпыз, және де қазір баға өзінің несімен бір құлатып тұр. Потому что біз уже 24-тен бастап өсіп келе жатырмыз. Қараңыздар, 24-тен 40-қа дейін біз қанша доллар өстік? 24 доллардай ма өстік, иә. Енді қазір біз дистрибуционно өскеннен кейін осы жерде біз құлап беретін запасымыз бар. Ол құлап келетін запас бізде 33-те 0,9, 31-де 11, және де біз 4 сағаттық таймфрейм бойынша бүгін осы 440-тың недельный бойынша үстінен закреп бере алмасақ, келесі понедельник ашыламыз, иә. Келесі понедельникте біз осы уровеньнің үстінен гэп-ап болып ашылып кетуіміз мүмкін. Немесе бүгін келіп закреп берсек, осы жерлерден келесі апта лонговать етіп беруі мүмкін. Так, жарты сағаттық таймфрейм бойынша қарасақ та өте үлкен қозғалыспен өскенбіз. 24-тің үстінен әдемі өскенбіз. 15 минуттық таймфрейм бойынша да осы дневкадағы зеркалкадан поддержканы қатты алып кеткен екенбіз. Барлық таймфрейм бойынша көріп тұрмыз, иә. Бізде 440-тағы макс бағаны міне келіп 15 минуттық таймфреймді ала алмаған, келіп 20 минуттық таймфреймді ала алмаған, 30 минуттықта және де 1 сағаттықта бізде четкий понятие беріп тұр. Ары қарай 444-ке дейін лонгқа кете алмайтынын, иә. Барлықтарыңыздың назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де миларыңызда жүрген маңызды сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде оқып жауап беруге тырысатын боламын. Барлықтарыңыз сау болыңыздар.